Сәлеметсіздер ме, құрметті көрермендер? Елдегі және шетелдегі жаңалықтарды алғаш болып көргілеріңіз келсе, каналға тіркеліп, лайк пен қоңырауына баса кетіңіздер. Қазақстанда 25 жыл бойы мал баққан адамдар зейнетке ерте шығуы мүмкін. Елімізде малшылардың қажырлы жұмысын әскери қызметкерлердікіне теңестіріп, зейнетке шығу жасын төмендету ұсынылды. Шаруа адамы оның ішінде малшылардың жұмысы ауыр екенін ескере келе. Мал өсіретін азаматтардың мәртебесін көтеру бойынша бірнеше ұсыныс көтерілді. Нақты айта кетсек, малшыны жылына бір рет жанұясымен бірге тегін медициналық қызметтерден өткізіп, шипажайға демалуға жіберу. Ауыл мен аудан орталықтарында мемлекеттік бағдарламамен салынып жатқан қолжетімді тұрғын үймен қамтамасыз ету, балаларын балабақшаға орналастыру ұсынылды. Сондай-ақ балалары жоғарғы оқу орнына түсер кезде арнайы гранттар бөлу және ұлттық бірыңғай тестілеу кезінде жеңілдіктер жасау туралы бастама көтерілді. Ал жыл сайын әр өңірден білікті шаруалар мен малшыларды анықтап, президенттің қолынан еңбек ері атағын берген де дұрыс дейді. Бұл мәселелерді мәжіліс депутаты Ардақ Назаров премьер-министр Әлихан Смайыловқа жолдаған депутаттық сауалында көтерді.